Қазақстандықтар зейнетақы алу үшін қай жаста өтініш беру қажет? Зейнеткерлікке шыққан қазақстандықтар зейнетақы ала бастайды. Төлемдерді уақытында алу үшін зейнеткерлік жасқа 10 күн қалғанда өтініш беруге болады. Қазақстанда ерлер 63 жаста, әйелдер 61 жаста зейнетке шығады. Осы жасқа жеткеннен кейін барлық азаматтар мемлекеттік зейнетақыны, сондай-ақ егер жинақтары болса, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдерді алуға өтініш бере алады. Бұл жағдайда зейнетақы азамат өтініш бергеннен кейін ғана түсе бастайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры түсіндіргенде мемлекеттік бюджеттен және жинақ есебінен зейнетақы төлемдерін тағайындау үшін халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажет. Бұл жағдайда бір ғана өтініш беру керек және бұл жайында ертерек қамданған жөн. Қор қызметкерлері түсіндіргендей, алушы зейнеткерлік жасқа келерден 10 күн бұрын құжаттармен және өтінішпен бірге халыққа қызмет көрсету орталығына баруға болады. Неліктен құжаттарды алдын ала тапсыру керек? Бірінші кезекте қазақстандықтарға төлемдерді алдын ала алуға өтініш беру тиімді екенін түсіну маңызды. Бұл әсіресе мемлекеттік зейнетақыны рәсімдеу кезінде өте маңызды, себебі оны тағайындау өтініш берген күннен бастап жүргізіледі. Бұл дегеніміз, егер сіз құжаттарды тапсыруға кешігіп қалсаңыз, зейнеткерлік жасқа байланысты өзіне жүктелген ақшаны ала алмайсыз. Өткізіп алған айлар үшін мемлекеттік зейнетақы төленбейді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мен төлемдерімен аса бір қиындықтар жоқ. Себебі қор қазақстандықтарға ресми жұмыс кезінде жеке зейнетақы шоттарына түскен жинақтарын төлейді. Алайда шоттағы ақша таусылған кезде қордан аударылатын төлемдер де аяқталады. Айта кету керек, бұған дейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдер алу үшін бөлек жүгіну керек еді. Осыған байланысты қазақстандықтар жинақтары болса да, тек мемлекеттік зейнетақы алған жағдайлар болып, проблема туындады. Қазір қордың өзінде бірінші немесе екінші топтағы мүгедектің мерзімсіз белгіленуіне байланысты төлемдер ғана рәсімделеді. Егер электрондық цифрлық қолтаңба болса, мұны ресми сайт арқылы да жасауға болады.